Билайнның басты бағыттарының бірі әлеуметтік жауапкершілік. Бұл жолы компанияның назарында мектеп оқушылары. Қазір Қазақстанда білім саласы күрделі жағдайда. Елімізде 7,5 мыңнан астам орта мектеп бар. Олардың 69% ауыл мектептері. Онда мектеп жасындағы қазақстандық балалардың жартысына жуығы білім алуда. Ауыл оқушыларының білім деңгейі қалалық оқушылардың білімінен 2-3 жылға артта қалуда. Ал мектептерде сапалы білім беруге арналған жабдықтар жеткіліксіз. Билайн ауылдардағы тірек мектептерін дамыту жобасына қатысып, жоба аясында Қазақстанның 8 мектебі үздік зияткерлік мектептердің деңгейіне дейін жаңартылды. Бірнеше ауыл мектебін толық жаңартуға компания 2 миллиард теңге бөлді. Бір мектепке шамамен 250 миллион теңге жұмсалды. 8 мектептің 259 оқу кабинеті жаңа жабдықтармен және заманауи жиһазбен жабдықталды. Жобадағы бір балаға жұмсалған шығынның орташа сомасы 329 мың теңгені құрады. 559 мұғалім біліктілік деңгейін үздік зияткерлік мектептердің стандарты деңгейіне дейін көтерді. Билайнға рахмет, енді біздің әр күніміз мереке. Қазір 4700-ден астам бала ауыл мектептерінде заманауи білім алуда. Сенің сүйікті кабинетің қандай? Робототехника. Жоба бақ пен әлеуметтік желілерде кеңінен жарияланды. 2023 жылы Қазақстандағы ең үздік әлеуметтік жоба ретінде және жоғары марапаттарға лайық деп танылды. Ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін дамыту жобасы Қазақстан халқына қормен және білім беру саласын тұрақты дамыту қормен бірге жүзеге асырылды.